Басыңа орамал тарт. Көршім келін түсірді. 1999 жылы еді. Менің қызыма аяғым ауыр болатын. Басымнан орамал түспейді. Құрдастардың әйелдері кексе қатындарға ұқсамай шешші басыңдағыны дейтін. Мен болсам үлкен енемнің мен келін боп түскенде басыма орамал тартып жатып. Осы орамал серігің болсын Сәниям, атымды өзіне ыңғайлы қылып өзгертіп алған. Төркініңді сағынып жылағанда көзіңнің жасын сүртер туысың болсын. Жын шайтаннан қорғар періштең болсын. Басыңа қонған бағың мен бақтыңның куәсі болсын. Келешек ұрпағыңды тәрбиелеуге көмектесер ибаң мен ізетің болсын деп еді. Сол себепті орамалымды тастамайтынмын. Қандай керемет аналарымыз келінге сыпайы сөздермен орамалдың қасиеттерін мәнерлеп жеткізген. Орамал сенің тазалығыңның, пәктігіңнің белгісі. Орамал сенің асқақтығыңның, құндылығыңның көрінісі. Орамал оттан қорған. Орамал адамның емес, Алланың саған берген тәжі. Орамал сенің қорғаның, панаң. Орамал әлемдердің Раббысының бұйрығы. Орамал тән сұлулығының кепілі. Орамал сенің адалдығыңның белгісі. Орамал салихалы әйелдің белгісі.